Так, біз мына жерде екі түрлі жұмсақ жасаймыз. Жұмсақ сандық жасаймыз. Оған мен 8 метр фетр алдым. Жақсысын алдым, қаттысын көріңіздер. Кішкене жұмсақтар болады екен, қатты қалыңдау болады екен. Жақсырағын алыңыздар. Соған метрлеп мынандай замок алдым. Замокқа 4 бегонок алдым. Екі замок екі жаққа келіп ашылатын болады. Және де осындай оюлар. Көреміз қайсын салатын. Маған мына серый көбірек ұнап тұр. Сары, білмеймін, саламыз да салмаймыз да. Серыйлар көбірек кететін сияқты. Клиенттің заказы бойынша біреуіне мынаны салыңыз, біреуіне мынаны салыңыз дейді. Екеуін қазір көреміз. Бұған бізге фетрге түстес қызыл жіп және де мыналарды жүргізгенге, зигзагқа жүргізгенге ақ жіп керек. Мынаған енді сары жіп керек болады, бірақ бұны, наверное, қоспай. Посмотрим. Осылай. Қазір осыны кесіп аламыз. Қаншада қанша кесу керек, бәрін көрсететін боламын. Қалай оны есептеп аламыз, қалай бөлеміз, соны көрсетемін жұмсақ сандыққа. Мен өзімнің алған матамды сіздерге расход жасаймын. Мысалы, жұмсақ сандық дегеніміз бізде мынау беті, беті болады бізде. Сонген оның міне жандары болады. Жаны кішкене жіңішкелеу болады. Және беті болады. Ой, крышкасы жоғарғы беті болады. Мінекей. И асты мінекей. Сонымен бізге біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу и 6. 6 бөлік болады и замок болады. Мінекей. Қазір. Мысалы, мен 1 метр мата алдым. Фетрдан мен 1 метр мата алдым. 1 метріміз 100 сантиметр. Содан кейін ұзыннан 4 метр алдым. Сіздер көбірек ала берсеңіздер болады. Өздеріңіз көресіздер қаншалықты. 5 метр алыңыздар. Основной беті міне мынау 1 метрді мынау мен қазір мынау маған былай қарап тұр. Беті болды. Биіктігін тоже 1 метр алдым. Биіктігін 1 метр деп қойын. Мынаны 1-10, 1-20 ала берсеңіздер болады. Осындай бізге екеу керек болады. Алдыңғы бетіңіз қандай размерде болса, артқы беті де тура сондай болады. 1 метр. Мынау да 1 метр. Енді мына жер бізде қанша болып тұр? 1 метр болып тұр ма? Значит, мына жердің жанына қоятын матамыз, ол да биіктігі 1 метр болады. А бұлайнан уже өздеріңіз көресіздер мына жерде. Мына жаққа қанша қоятындарыңызды. Мен 50 жасадым. Мына жаққа 50 жасадым да и 1 метр. Так, мына жерге сыймай жатыр, Мысалы, бұлай кете берсін, мына жақтан екеу алдық. 1 метр, 1 метр. Міне мен мына жерден, мысалы, 1 метр алдым. Мынаны алдым да екіге бөлдім. 1 метрді бөлсек, бізде 50 сантиметрден болады. Бұл мына бізде жаңағы сандығымыздың екі жанына кетеді. 50 сантиметрден. Биіктігі 1 метр и ширинасы 50 сантиметр. Енді түбімен крышкасы бар, беті. Оған тоже 50-де 50 алам. Не үшін 50 алам? Өткені мына жандағы расстояние крышканың жаны болып есептеледі. Содан кейін алдыңғы жағы алдымен бірдей болу керек. Неке мына жағымыз 1 метр болады. 100 сантиметр. И мына жақтары уже 50. 50. Қайтадан сіздерге көрсетейін. Мынау менде жұмсақ сандық. Сіздерге енді ойларыңыз, представленияларыңызды ашу үшін. Мына жерде мысалы бізде ою болады. Қошқар мүйіз жасап қойға. Ну ладно, осылай короче. Жасадық. Енді мынау тек қана бір частьтен жасалмайды. Сол үшін мына жаны болады. Жандары.
иә, мынау жаны. Міне бізде жаны 50 болып тұр. Мынау да 50. Мына жер 100, 100. Бұлайынан 100. Мынанікі де 100. Мынада да 100. Мына жерді беті, крышкасы. Ина асты тоже қарама-қарсы. Мына жерде мына бет бізде и келесі арты тоже қарама-қарсы. Мына квадрат пен артында квадрат. Мына квадрат тең. Мына квадрат пен мына квадрат тең деген сияқты. Мына крышкасы тоже 50. Мына жер 100. Мына жер 50. Астыңғы тоже 50. 150. Осы размермен өлшеп көріңіздер. Егер де сіздер мына жерде мысалы мынау сізде мынау 100 бен 50 ғана болып тұр. Енді сіз мысалы 110 жасасаңыз, міне мынау ені 110 болады. Биіктігі мынау 100 болады, ені биіктігі 110 болса. Мына жер егерде 110 болса, мына жерің 60 болса, 60 дейге. Мысалы, бұлайынан келеміз да. Онда мына жерді тоже 110 жасайсыздар. Мына жерді 60 жасайсыздар. Мынау да 60 болады. Мына жер 100 болады. Мына жандар 60 болады. Мына высота тоже 110. Мына жақтары 100. Мына бірінші беті 100 болады да, мына жақтары 110. Тігінен кететіндер бәрі 110 болады. А бұлайнан қысқарақ болады. 100 болады, 60 болады деген сияқты. Түсінікті деп ойлаймын. Енді түсінбесеңіздер, мына жері 100 алдыңыздар. Мынаны 110 қылып алсаңыздар, онда мынаны да 110 қылып аласыздар, мына квадратты. Осында 2 квадратты 110-нан жасайсыздар, 60-та 110 или 50-де 110. Мына жерді кішкене широкий қылған жақсы, 50 кішкене кішірек болып қалады екен, 60, 70, 80 қылсаңыздар да болады мына жерді. Білесіздер ғой, сандықты примерно көрпе қалай сияды соны. Или болмаса төр көрпені бүктейсізді, төртке бүктейсізді, есептейсіз, бұлайынан қанша кетеді. Мысалы, жаңа көрсеттім сызбасын сіздерге, сол міне осындай екеу, мынау 1-де-1, 100-де-100 болады, мынау 50-де 100, мынау беті, мынау астына ою керек емес. Сіздер тек қана алдыңғы бетіне ғана қойсаңыздар да болады оюын. Мынау 2 жаны, мынандай жаны. Мынау жаңа ручкалары. Ручкаларын мен примерно бір мына жерден 3-4 сантиметр лишний шығардым. Мына жерден. Сол қазір ручкаларын тігеміз. Бірінші ручкаларын тігіп аламыз. Соң бір-біріне жабыстырып тігіп шығамыз. Так, мінекей. Мынаны прищепкалармен алып жабыстырып аласыздар. Ине түйрелмейтін. Енді ине түйресеңіздер, ине түйрек қойыңыздар. Соң кейін мынаны машинкамен 1 сантиметр көлемде мен алып жатырмын тігісті. Соны бүйтіп жүргізіп шығасыздар. Мынандай промышленный машинкаларыңыз болмаса, қыздар жұмсақ сандық очень сложно екен тігілгені. Или болмаса қолмен, или жұмсақ матамен. Так, достар, міне осы біреуін жасап қойдым. Ішіне көрпе салып қойдым. 4 көрпе сиді. 4 көрпе бір адамдық. Мінекей қазір сіздерге визуализация жасайын. Мынандай жанында ұстайтын, қол ұстайтыны болады. Аузында замолы болады. Мынау алды. И артынан осындай. Мінекей осындай сандық қой. Обычный просто материалдан. Соған міне мен сіздерге жаңа көрсеттім. Сол міне. Мынандай оюларды негізі ыстық клеймен жабыстырсаңыздар да, мына фетрға жабысқан. Қатты жабыстырады фетр. Клеймен де жабыстырсаңыздар болады. Өзінің клейі болады, все равно. Мынандай біреуін осындай жасадық. Қазір мына жерге жанын қосамыз.
Бұлайынан бәрін бір-біріне қосып аламыз, содан кейін аяғын, жоғары жағын, потом замок тігеміз. Так, мынау ручкасы, осы ручкасы бізде мен мына жерде 6 сантиметр жасағам. Сіздер кішкене 5 сантиметр жіңішкере қылып жасасаңыздар болады екен. Мынаның бетінен 1-2-3 сантиметрге ғана ұзын. Мына жерде мен белгілеп алдым. Жоғарыдан 17 сантиметр жерде мынау тұрады бізде. Барлығын одинаковый қылыңыздар. Содан кейін былайынан 12 сантиметр өлшедім. Мына жерді былайынан тігіп шығам, закрепка беріп, и мына сызықтармен жүргізіп шығам. Мына менде 2 қабат фетр. 2 қабаттап осылай тігіп ағам. Мына жерден жүргізем, и мына сызықтардың үстімен жүргізіп шығам қазір. Екі жақтан мына жағын қосқан кезде ар жағын етесің. Сонда мына жерде кішкене 1-2-3 сантиметрге бет шығып тұрады. Так, міне ручкасын тіктік. 3 сантиметрді көріп тұрсаңыздар, кәдімгідей дәу болып шығып тұрады екен. Сіздер көресіздер енді 1 сантиметр, 2 сантиметр или вообще бермей қойсаңыздар болады лишний. Мынаның бойымен ала берсеңіздер болады. Мен жанына қоятын ручкасы болады бізде. Екіншісін қазір тігеміз. Мына жерден былайынан тігіп шықтым, и мына жермен тіктім. Қазір көрсетем арт жағы. Осылай тігілді. Мына лишнийін алып тастадым. Бірдей болған дұрыс сияқты. Лишнийін алып тастадым. Мына кесіп тастайым. Все, бірдей қылдым. Қалтырдым бірдей.
Так, жандарым бәрін біріктіріп алдық. Енді мынау бетінде крышкасы. Тігістердің бәрін сыртына қарай береміз. Сыртына жібереміз. Крышкасы осылай. Тек қана осы жерден жүргізіп шығамыз. Потом мына жерін айландырып замок жасаймыз. Так, мынаны бір-біріне теңестірген кезде барлығы бірдей болу керек расстояниясы. Мына жерден 1 сантиметр алып жіберіп тігеміз. Bir сантиметр мына жақта и 1 сантиметр мына жерге жеткізбейсіздер, потому что 1 сантиметр былай қарай жүрген кезде мына жер ұстап қалуы мүмкін. Сол үшін мына жерде 1 сантиметр жеткізбейміз. Көрдіңіздер ме? Мына тігіс мынаған дейін келу керек. Осы жерде міне 1 сантиметр тігістің іште, мына 1 сантиметр осы астыңғы екі неге жеткен кезде тоқтау керек. Ел болмаса мына жағынан бастаңыз да осылайынан тігіп көріңіз. Сонда мына жерден бастап тігесіз. Так, ханымдар, мінекей біз замокты түйреп аламыз бірінші. Әйтпесе замок жиналып, астына көп жиналып қалады. И мынаны үстіме жүргіземіз. Қолмен әбден бәрін түйреп алыңыздар. Замокты мынаға шейін апарасыздар. Оны мына жерден тігілмейді, ол лапкан бойымен тігіледі сөріні. Лапкан бойымен бұлай мына жерден тіккен кезде мына жерде өзі бұлайынан бос орын болады. Замок оңай жүріп кіріп тұрады. Алдында ақуы бар, бірінің алдында мындай жүзіктер бар. Қазір клиентке сешіне салып береміз. Бағасын беріп қойыңыздар. Мына төбесіне сарыдан жасадық. Ручкаларымен, замогымен. Такой. Бағасын беріп қойыңыздар, қалай шыққан екен. Жамылатын көрпелері бар.